Сайн уу? Налагчуудаа хайрдаг мэдчилгээ үргэлж маань үргэлжилж байна. Бид энэ цаг мөчид төрсөн өдрийн баяранд төгөөж байгаа хайртай ээж Лизада хэмээн хаяглаж хүргэн Амангелд охин Гүлнар хөөрхөн Зэнэрийн зүгээс илгээсэн маш гоё гинти бэлгийг уламжлахаар хүрэлцэн ирээд байна. Энэ л хайрын дээдэрээ эвийлэн инхрэж өсгсөн ээж минь та эрүүлийн төвж урт наслаараа хэмээн илгээсэн маш гоё чин сэтгэлийн өгс бүхнэр гинтийн бэлгээр баярлалцгаая. Тугаан күнэн Мэдчилгээ үргэлж маань үргэлжилж байна. Бид ээлжид гинтийн бэлгээ уламжлахаар энэ цаг мөчид манай шинхэн зочин Лиза гэгчтэйгээ уулзаад байна. Гэгчтэй энэ өдрийн минь төргий. Баярлалаа минь. Миний ч 5 дугаар сарын 8. Тий. Таны хувьд төрсөн өдрийн баяр болж байгаа. Тэгэхээр гэгчтэй юун төрөн төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хүргье. Баярлалаа. Лиза гэгч эмээгийн ажил хийгээд тун завгүй байх шиг байна. Ингээд гинт ороод ирэхээр жоохон сандарч байгаа. Сандарлаа өөрөө ирэх гэж чамаа гараад минь сочиж шүү. Тэгэхээр охиных нь хийдэг ажлыг бол одоо та минь мэдж байгаа. Тэгээд би танд нэг гоё сэтгэлийн үгийг авчирсан. Бэлэг бол яг жил цаадуулчин жигтэйхэн сайхан бэлгээр үр хүүхдүүд баярлуулдаг. Тэгвэл энэ жил яагаад ч юм зорин сэтгэлийн үгсийг айлтгсан учраас одоо хоёулаа эхлээд сонсноо. Айлын ганц охин гэдэг чинь алтнаас үнэтэй эрдэнэ байдгийг гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр ижитэйгээ усны дусал шиг адилхан энэ цаг мөчид эрхэм нэгэн охин манад цагтл бас чин сэтгэлийн үгсээ уламжилсан. Өөдөөс нь хараад суугаар өөрөө хэлнэ гэхээр бүтэхгүй юм байлээ мөг миний дөө нэг л тийм баярын нулимс нүдийг минь бүрхэж ээжийнхээ ачийг хэлэх үг хүртэл дуцдаг учраас энэ цаг мөчид очиод төрсөн өдрийн баярыг нь чи маш гоё дурсамж болгон мөнхлөөрэ гэсэн. Тэгэхээр одоо хоёлаа охин өрийнх нь хэлхийг хүссэн үгс бүхнэр төрсөн өдрийн баярыг тань үргэлжлүүлж байна шүү. Тань сайхныг хүсье. Баярлалаа минь хөө. Ана бір қолмен бесікті тербетсе, бір қолмен әлемді тербетдейді. Рахмет анашым бұл өмірде жасаған барлық үшін. Менің жер бетіндегі жұмағым өмірімнің бастауы көңілімнің шуағы болған. Асылда ардақты анашым сізге мың алғыс. Батыр аналар бар ғой талай-талай. Бірақ та солардың ішінен ең батыры кім десе мен сізді атар едім ана. Талай-талай қиыншылықтар басымыздан өтсе де, соның бәріне жасымастан қасымызда қайратты күшті болып өсуді үйреткен барлығы сіздің арқаңыз ғой. Анашым сізге мың алғыс. Әлемнің жарығын сыйладыңыз, әулетіңіз үшін барлығын жасадыңыз. Сізге айтар алғысым шексіз. Батыр да туған анадан, ақын да туған анадан, ананың биік тұғыры анадан туған бар адам дейді ғой. Ақ бесігімді тербеткен, ақ сүттің нәрін берген, тар құрсағын жібітіп таңдайыма менің ақ сүттің нәрін берген анашым сізге мың алғыс. Бүгінгі төл мерекеңіз құтты болсын. Елікте еркелеп қойныңызда өстім. Бұл өмірдің барлық бақытты күнін сізбен бірге кештім. Енді менде бір тілек қана бар анашым. Сіз қасымда болсаңыз, мен әрқашан бай бақытты болам. Амандығыңызды тілейміз. Алланың берген жасын жасап, ортамызда отыра беріңіз. Бұл сыйлық арнайы күйеу балаңыз Амангелд ағамыздың шаңырағы. Және де ерке қызыңыз Гүлнар ханым оның тәтті жиендердің атынан апасына жолдап отыр. Ал енді туған күніңіз құтты болсын деп сыйлық берейін. Мама, жанарың қандай сенің жып-жылы. Мама, көзіңе малынғандай күн нұры. Мама, жанымның мәңгі солмас бір гүлі. Ал енді әдемі сыйлықтар беріп жатыр. Көңіл күйіңізді көтеріп қайтсын деп қыз ғой қайынша дегенмен тамаша күнде естелік қылып жатыр. Енді жаңа берген сыйлықтардың төресі менің қолымда, Лиза апай. Бұл керемет сыйлық сіздің туған күніңізге арнайы жолдаған ең қымбат сыйлықтардың бірі болады дегенге мен сенімдімін. Сосын бір тапсырма берді. Сізді осыны ашып көрсінші, анашым анау қонақтарға да бір көрсетіп қайтсын, туған күні естен кетпес ерекше күн болсын деді. Сондықтан қазір мынаны пішкін шығарып жұртып екеуміз ашу керек. болған
Қанша гүлім көзді тоңып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Қайтыс болған 2 күнім қайда. Лиза апай қазақ айтады ғой, бірде құлатады, бірде жылатады, бірде көтеріп қуантып жатады. Өмірдің тағдырға салғанының бәріне көнеміз. Сол естелікті сізге еске алсын деп арнайы жасатқан сияқты ғой. Ой, рахмет қара. Енді мен қазір ана жақтан бір видео түсіріп жатқан жайым бар, Лиза апай. Жарай. Дәл қазір сол күйеу баланың берекелі шаңырағына деп бір рахметіңізді айтып қойсаңыз қалай? Жарайды. Күйеу балам аман келді. Түскі мәшу. Отбасыларың аман есен, дендерің сау, жұмыстарың алда болсын. Сендердің де жұмыс шаруаларың алда болсын қарға. Мұндай әдемі ақ тілекті алып келіп жатсыңдар. Көп рахмет осы. Құрмет көрсетіп жатқандар. Тіпті кеудемді ұстап айтады сөзім тұра ұмытып қалды. Осы 2 баламның енді бала шағасы артында қалған ұрпақ. Көрмеген қызғын содар көрсін. Әрине, енді бұл туған күніңіз тамаша жақсылығымен өтсін, келген жасыңыз берекелі болып келсін деймін. Енді сол өмірдің қиыншылығында да күресіп осы күнге дейін жеткен батыр ана сізге мың алғыс айтамыз. Қыз құт береке деп жатады ғой. Өмірден өтсе де сол марқұмдарды еске алып жатыр. Бүгін ағаларын ерекше сағынышпен бүгін арнайы бұл естелікке де қалдырып жатқан жайы бар. Сол кісілердің артында қалған, панасыз қалған анамның сағынышын басайын деп күн сайын шамамның келгенше тырысамын. Анау ренжітіп жатсам кешір, кей кезде қасыңыздан табылмай жатсам кешір. Рахмет сізге, әлем сыйлаған деп жатыр. Ал енді сол ерке қызыңызбен мынау немере жиендердің ортасында аман сау болуыңызды тілейік. Енді Лиза апай айтады ғой, анашым шалқып күлсең, алдымда менің ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Амандығыңызды тілейік. Ал енді туған күніңіз құтты болсын. Рахмет қарғам, осы бала шағам арасында үстіп отырғанның өзі маған бір ғой. Бәрінің дауысын естіп, бәрінің күлкісімен жолдардың ішінде отырған маған бір қызық. Береке белдігі